Саламатсыздар ма оқушылар? Өзін өзі тану пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жүрегіңмен тыңда. Құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері мейірімділік, кеңпейілділік, кешірімділік. Сабақтың мақсаты адам бойындағы махаббат сезімін, өзіне, өзгеге деген сүйіспеншілігін танып білудің маңыздылығын түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Сүйіспеншілік өмір негізі. Өзін өзі тану пәнінің негізін қалаушы алтын жүрек анамыз Сара Алпысқызының мейірбандылық пен сүйіспеншілік жүректен жүрекке жетіп, әлемге шапағат нұрын төге берсін деген екен. Яғни біздің өзін өзі тану пәнінің негізін қалаушы қағидат сүйіспеншілік болып табылады. Бүгінгі біздің сабағымыздың дәйек сөзі махаббат іс-әрекеттің қуатты көзі. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Келесі біздің мұғалім сыйы айдарында сүйіспеншілік өмір негізі бейне көрсетілімін тамашалауды ұсынамын. Ертеде егіншілікпен айналысатын Мәди мен Мейір деген екі бауыр өмір сүріпті. Үлкені Мәди үйленген, балалы шағалы болса, кішісі Мейір бойдақ екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде Мейір: "Мен осы не істеп жүрмін? Ағам болса жанұялы, балалар көп, ал мен жалғызбын. Ішіп жеміме көп кетпейді. Онымен өнімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой" деп, сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп, ағасының қоймасына білдірмей төгіп кетеді. Осы әдет бірнеше күнге жалғасады. Осы күндері Мәди де інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. "Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйеу болар әйеліммен жәрдемдесетін балаларым бар, ал інім жалғыз. Оған болашағын реттеп жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе" деп, ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәннен таси бастайды. Осы сарынмен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз қоймаларындағы дәннің ортaya қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де өз қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алған күйі құшақтаса кетеді. Кеңпейілдік деген бұл өмірде хош иісті әтірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде де жағымды иісінен ажырамай тұрады. Мәди не себепті інісінің жайын уайымдады? Мейір мен Мәдидің бойынан қандай қасиеттерді аңғаруға болады? Бүгінгі сабақтан алған білімімізді шыңдау мақсатында шығармашылық жұмыс. Жүрегім тұнған махаббат атты тақырыпқа эссе жазу. Сабақтың қорытынды сәті. Бүгінгі сабақтан алған жақсы қасиеттеріңізді жүректе сақтап, айналаға тарата жүріңіздер.